Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі, менің есімім Бажекеев Бекзат, 11-ші А сыныбы, Абайдың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын да көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу. Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі болмаса, албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ, баға алмайым. Балаларым өздеріне керегінше өздері бағып алар. Енді қартайғанымда қызығын өзін түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, азғана қалған өмірімді қолғылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Ғылымды бағарға да, ғылым сөзін сөйлесер адамда жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездеменді жайып салып, кезін қолына алып отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып, шер тарқатсар адам болмағасын, ғалым өзі бір тез қартаты тұғын күйгеген. Мүмкін соқылық қылып дін бағу. Бірақ ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілінде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы жерде, осы елде не қылған софылық? Балаларды бағу. Жоқ, баға алмайым. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын? Балаларымның өздеріне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен көрер орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылдерімді білмей отырмын. Не болсын деп бағам? Бұны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім осының ішінен пайдалы сөз тапса, жазып алсын, оқысын. Ондай кісілер болмаса, өз сөзім өзімдікі дедінде осыған байладым. Енді менің бұдан айналысар басқа ешбір жұмысым жоқ.